Қайырлы күн, құрметті оқушыларым. Бүгін біз 8-ші сыныптың БЖБ номер 2-ні заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап өтетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Сіздерге натрий гидрокарбонатындағы көміртектің массалық үлесі тең болады. Задача беріліпті. Бұны енді ең оңай есептердің бірі. Қазір шығарып көрейік бірге. Енді көміртектің массалық үлесін табу үшін ең алдымен біз мынау натрий гидрокарбонатының молярлық массасын тауып алуымыз керек. Көміртектің массалық үлесін қалай табады? Массалық үлес тең молярлық масса көміртектікі бөлінген молярлық масса натрий H SO3. Түсінікті, демек біз қазір мынаны тауып алуымыз керек. Өмір натрий H SO3. Демек 23-ті қосамыз 1, қосамыз 12, қосамыз 16-ны көбейтілген 3-ке. Бұл барлығы 84 грамм моль болады. Ал көміртектікі бізде 12. Осы жерде 12-ні бөлесіздер 84. Көбейтеміз 100%-ке. Мұнда 100% болады. Себебі пайыздық ретінде табу керек. Жауабы болады 14,28%. Түсінікті ме? Мұна бөлек. Демек жауап Б. Кеттік әрі қарай. Күрделі қосылыстың құрамындағы элементтердің массалық үлестері H сутекстерде 2,4%, серая 32-де 65%, ал оттек болса 65,31% тең. Қосылыстың молекулалық формуласын анықтаңыз. Енді бұл жерде керісінше болып тұр. HX SY OZ. Мынау формуланы табуымыз керек. Бұған біз N бұл бізде мына индекстарды табу керек. Масса бөлінген молярлық масса. Түсінікті. Енді әрқайсының бөлек тауып шығамыз. N водород 2,04 бөлінген молярлық масса 2,04. N сера 32-де 65 бөлеміз сераңқы 32. 1,02 болады. Енді N кислород 65-де 31-ді бөлеміз 16-ға 4,08. Енді X, Y, Z-ді соотношениесін қараймыз. Енді бізде осы жерде наибольшее кратное деген таңдап соотношение жасаймыз. Тең 2,04. Мына тапқандардың барлығын ең кішкентайы 1,02-ге бөлеміз. 1,02, 1,02. Және 4,08 бөлеміз 1,02. Осының барлығын бөліп шыққанда
бізде болады тең 2, 1, 4. Демек, 2 бізде сутек. Сера бізде 1, ал оттектен бізде 4. Демек, қандай формула шықты? H2SO4. Серная кислота. Түсінікті, дәл осылай кез келген есепті осындай қосылыстардың формуланы дәл осындай жолмен табуға болады. Келесі, ас үйде тамақ пісіргенде газ баллонынан пропан жағылады. Пропанның жану реакциясы теңдеуін жазып теңестіріңіз. Сіздерге берілген пропан алдын ала жазып қойдым. Міне реакция. С3H8 жану реакция дегенде міндетті түрде біз O2-ні қосамыз. Және жану реакциясының өнімдері міндетті түрде CO2 мен H2O болады. Кез келген алкандарға қатысты. Және бұны теңдеп шықтық. Келесі, пропанның жану реакциясындағы өнімдерді және реагенттерді атаңыз. Жаңа айтып өткенде, кез келген жану реакциясының өнімдері CO2 және H2O болады. Мынау бізде өнім, ал реагенттер мынау. Сол жақта тұрған реагент. Келесі тапсырма. Маратқа зертханада тәжірибе жасау үшін оттегі газы керек болды. Оттегі газын марганец диоксиді катализаторы қатысында сутек пероксидін айыру арқылы алуға болады. Сутек пероксидін ыдырау реакциясын теңдеуін жазыңыз. Мен сіздерге алдын ала жазып қойдым. H2O2 сутек пероксиді, осының ыдырау реакциясы мұнда сіздерде катализатор болады. Марганец диоксиді катализатор ретінде қолданылады. Түсінікті ме? Реакция разложения айырылу 2-ге бөлінеді суға және оттек газға. Ол реакция қандай заңға сүйеніп жаздыңыз? Осы заңға анықтама беріңіз. Ең алдымен бұл зат массасының сақталу заңы. Закон сохранения массы дейді. Кез келген реакция кезінде реакцияның орындалуына дейінгі заттың массасы реакцияның нәтижесінде түзілетін заттардың массасына тең болу керек. Бұл зат массасының сақталу заңының ең міндетті орындалу керек міндеттері. Бұл заңды Ломоносов ашқан 1748 жылы. Сіздерге қосымша ақпарат ретінде жазып қойған болатынмын. Келесі 4-ші сұраққа назар аударайық. Берілген химиялық реакцияларды аяқтап теңестіріңіз. Реакция типін анықтаңыз. Берілген ең алғашқы реакция алюминий оксиді 2O3. Оған H хлорды қосқан кезде алюминий хлор 3 қосылған су болады. Себебі алюминий сіздерде хлорды алып кеткенде ортада бөлініп H оны тартып алады. Түсінікті ғой? Ал бұны теңестіргенде осы 4 реакцияның типтерін анықтау керек. Ең біріншісі алмасу, екіншісі орын басу. Көріп тұрғаныңыздай магнийге H2SO4-ті қосқан кезде магний SO4 тартып алып H2 газ болып бөлініп шығады. Бұл орын басу реакциясы. Ал H2 қосу хлор 2 бұл бізде қосылу, екеуі бірігіп H хлор түзеді. Ал 4-шісі алюминий OH 3 еселенген, бұл айырылу. Алюминий OH 2-ге бөлініп, оксид және суға бөлініп шығады екен. Осымен достар, біздің БЖБ-мыз аяқталды. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырып сұрай берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Мен Назерке Әлбекқызы. Пока-пока.